Сәлем, қатемен жұмысты бастайық. Бірінші сұрақ, отынның меншікті жану жылуы нені көрсетеді дейді. 1 килограмм отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері болды. А жауабында жауабымыз тұр екен. Меншікті жану жылуының ХБЖ-дағы өлшем бірлігі қандай? Барлығымыз білеміз, бізде формула Q тең MQ. Және мына меншікті жану жылуы масса және джоуль. Демек, мынау джоуль болатын болса, мынау килограмм болатын болса, Q-дің, яғни меншікті жану жылудың өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм болуы дұрыс екен. Төмендегі заттардың қайсысы органикалық отынға жатады? Барлығымыз білеміз, органикалық отын дегеніміз құрамында көмір қышқыл, яғни С элементі бар отындар жатады, және су, табиғи газ, темір шынының ішінде әрине табиғи газдың өзі органикалық отын болады екен. Меншікті жану жылуы 3 көбейтілген оның 7 дәрежесіндегі джоуль бөлінген килограмм болатын отынның 2 килограммы толық жанғанда қанша жылу бөлінеді? Әрине, MQ формуласын саламыз, 2 килограммды 3 көбейтілген оның 7 дәрежесіне көбейтеміз. Сонда бізде бөлінген жылу саны 6 көбейтілген оның 7 дәрежесіне тең болады екен. Екі түрлі отынның массасы бірдей. Бірінші отынның меншікті жану жылуы осындай болса, екіншісінікі одан 2 есе аз екенін көзбен көріп айттым. Қай отын жанғанда көбірек жылу бөледі? Көбірек жылу бөледі. Әрине, қайсысында меншікті жану жылуы көбірек, сол кезде сол дене, сол отын көбірек жылу бөледі. Өйткені, мысалы, бірінші дененің 1 килограммы жанған кезде 4 көбейтілген оның 7 дәрежесіндегі джоуль бөледі, екіншісінің 1 килограммы жанатын болса, жай ғана одан 2 есе аз 2 көбейтілген оның 7 дәрежесіндегі джоульді бөледі. Сол үшін бірінші отын көбірек бөледі деп есептейді екенбіз. Осымен қатемен жұмыс аяқталды. Сау болыңдар.